Біздің депутаттық сауал үкімет басшысына арналады. Өздеріңізге мәлім, кейінгі жылдарда білім саласын дамытуға, атап айтқанда компьютерлер алуға, интерактивті тақталарға, мектептерді интернетке қосуға, электронды оқу жүйесін енгізуге көптеген қаражат бөлінді. Талай министрлердің дәл осы залға келіп, орасан зор жұмыс атқарылғаны туралы ұзын-сонар баяндауларына қарамастан, пандемия жағдайында бұл салада қордаланған мәселелердің әлі көп екендігі анықталды. Бұл туралы ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында мейлінше ашық, айқын айтып берді. Әсіресе бірыңғай білім беру платформасын ұйымдастыру мәселесі жөнінде. Енді білім саласындағы жүйелі проблемалар тек пандемия жағдайында ғана қалыптасқан жоқ. Ол жылдар бойы қордаланды. Және ол бүгінде миллиондаған ата-аналарды, ұстаздар қауымын, қалың жұртшылықтың үлкен алаңдаушылығын туғызып отыр. Біз депутаттық сауал мейлінше жан-жақты жасалды. Ол сауалда бұл аталған проблемалардың себептері мен салдарлары және оларды шешудің жолдары анық көрсетілген. Оларды шартты түрде 4 топқа жіктеуге болады. Осыған орай біз үкімет басшысынан мына сұрақтарға жауап беруді өтінеміз. Біріншіден, мемлекет басшысының бірыңғай білім беру онлайн платформасын құру туралы тапсырмасы қандай мерзімде іске асырылады? Әрбір мүдделі мемлекеттік органдардың, атап айтар болсақ, білім және ғылым министрлігінің, денсаулық сақтау министрлігінің, цифрлық даму министрлігінің жұмыстарын үйлестіру мен олардың өзара іс-қимылы нақты айқындалды ма? Процесті жылдамдатуға техникалық мүмкіндіктер бар ма? Бірыңғай білім беру онлайн платформасын құру үшін бюджеттен қосымша шығындар қарастырылған ба? Екіншіден, қашықтықтан оқыту шеңберінде азаматтардың тегін орта білім алуына конституциялық кепілдіктер қамтамасыз етілген бе? Қашықтықтан оқыту барысында келтірілген қосымша шығындарды өтеу сіздердің жұмыс жоспарларыңызда бар ма? Үшіншіден, ұзақ мерзімді қашықтықтан оқытудың салдарынан білім беру деңгейінің төмендеуімен байланысты алдағы уақытта қандай шаралар атқарылу көзделген? Төртіншіден, әртүрлі әлеуметтік топтардағы білім алушылардың арасындағы білім беру деңгейінің алшақтығын азайту бойынша үкіметтің жұмыс жоспарлары қандай? Бұл аталған проблемалардың барлығы республиканың әрбір отбасын алаңдатып отыр десек, артық айтқандық болмайды. Өйткені әрбір отбасында кемінде 1-2 бала мектепке барады. Я болмаса оның жұмысын үйінде ата-анасымен бірге әжелері мен аталары да қадағалап отырады. Және мектептің өзінде миллиондаған біздің балаларымыз білім алуда. Сондықтан біз бұл проблеманы жалпы халықтық, бүкіл ұлттық проблемалар деп есептейміз. Және осы аталған мәселелерді белгіленген тәртіппен қарап, тиісті шаралардың қабылдау реті бойынша белгіленген мерзімде жауап беруді сұраймыз. Рахмет. Сауалға қол қойғандар Сенат төрағасының орынбасары Шәкіров және сенатор Құлмұхаммед.